Мен көріпкел жеңіс. Қазір көз алдында тұтас әлем қара бұлттың астына кіріп бара жатқандай. Тыныс тарылып, жер жүзі от пен қанды қақырыққа толып келе жатыр. Адамзат ғасырлар бойы жасаған қателіктерінің жемісін енді жейді. Бұл тек саяси дағдарыс емес, бұл тұтас өркениеттің сынағы. Адам баласы өзінің кім екенін дәлелдейтін ең ауыр кезең. Мен анық көріп тұрмын. Жемқорлықтың дәуірі бітеді. Бірақ оны бітуі тыныш болмайды. Халықты жылдар бойы тонап келгендер тірілей тозақта жанады. Олардың байлығы өздеріне у болып шығады. Сарайларынан, алтындарынан еш пайда болмайды. Қарғыспен келген дүние қарғысқа барады. Түнде ұйықтай алмай жанын шайтандар қинайды. Билік басындағылар бір-бірін сатты. Олар өздеріне жақын адамдарынан, тіпті отбасынан да соққы көреді. Непалда болып жатқан жағдай бүкіл әлемге белгі. Халық тас кедей болып, биліктің ойнағына айналды. Билік халықты әлемнен ажыратып, үнсіз құлғысы келеді. Интернеттен айырды. Бірақ халықтың сабыры таусылды. Олар көшеге шығып, басшыларының шашынан сүйреп, тірідей өртеп жіберді. Бұл халықтың шыдамының шегі бар екенін көрсетеді. Осындай дүрбелең енді басқа елдерде де қайталанады. Көптеген мемлекеттерде халық өз билігінен жеріп, көтеріліске шығады. Еуропа білімнің және мәдениеттің ордасы. Бірақ дәл қазір ол жерде қараңғылық қаптап бара жатыр. Босқындар мен қашқындар құшағына алып, көмек бергенімен, олар сол елдің дәстүрін сыйламайды. Тегін көмектің арқасында күн көріп, соның үстіне бүлік шығарады. Олар көшелерде лаңкестік жасайды, мешіт пен шіркеулерді бір-біріне айдап салады. Еуропаның қалаларында өрт, жарылыс, тәртіпсіздік күшейеді. Түнде көшеге шығу тіпті қауіпті болады. Мен көріп тұрмын. Биылдың соңына дейін Еуропада үлкен көтерілістер басталады. Қараңғы топтар өздерінің халифатын орнатқысы келеді. Олар білімге, ғылымға қарсы шығып, орта ғасырдағыдай тас қараңғы дәуірді аңсайды. Бірақ тарихтың заңы өзгермейді. Білім әрқашан жеңеді. Бірақ ол жеңіс қансыз болмайды. Еуропа көшелерінде қан судай ағады. Көріпкелдік көзім Ресейге бұрылғанда алдымнан қанға батқан үлкен бір картадағы жоқ мемлекет көз алдыма елестейді. Ресей қазір отпен ойнап отыр. Олар Польша мен Балтық елдеріне тісін қайрайды. Бірақ бір рет тырнағын батыра қалса, НАТО олардың тасталқанын шығарады. Ресейдің әскерлері мыңдаған сарбаздарын майдан даласында қалдырады. Қалаларда аналар жылап, қара жамылады. 2027 жылға қарай Ресейдің картасы өзгереді. Мәскеу мен Петербург қана шағын мемлекет болып қалады. Ал Сібір, Кавказ, қиыр шығыс тәуелсіздігін алады. Әлем картасында Ресей атты үлкен бір ел болмайды. Оның орнына бөлшектенген шағын мемлекеттер пайда болады. Бұл империяның ақыры. Өткені қаншалықты күшті болсанда, халықтың көз жасына қарсы тұра алмайсың. Америка өз ықпалын күшейтіп, Ресейден тізесін бүктіреді. Бірақ бұл да тыныштыққа келмейді. Америка мен Қытайдың арасында жаңа қақтығыстар басталады. Әлем екіге бөлінеді. Кім қай жақта болатынын таңдау керек. Бірақ Қазақстан бейтарап ел болып қалады. Бізге бұл ең дұрыс жол. Қазақстанға қарасам, елімізде үлкен сынақтардан сақтап тұрған бір Құдайдың шапағаты бар екенін мен сезіп және көріп тұрмын. Біз ешқандай соғысқа тартылмаймыз, Құдай сақтасын. Бірақ халықтың өзі де жауапкершілікті сезіну тиіс. Мына жүгін сезіну тиіс. Біз білім алып, дамып, жаңа дәуірге қадам басуымыз керек. Алдағы жылдары жұмысы жүргендер үшін тамаша мүмкіндіктер пайда болады. Европа мен басқа да елдерге жолдар ашылады. Бірақ ол үшін міндетті түрде тіл білу керек. Әркім өзіне сенуі тиіс. Жатып алып, елді жамандауға болмайды. Бұл бізді құртады. Бірақ ең қауіпті нәрсе адамдардың семіріп, жалқауланып бара жатқаны. Қарасаң қарны мен белін ажырата алмайсың. Семіздік адамның рухани да, физикалық та әлсіретеді. Жай ғана ауру емес, ол халықты әлсіз етеді. Әлсіз халықты кез келген дауыл қиратады. Қазір жер бетіндегі үйлердің тым көп салынуы, жердің тепе-теңдігін бұзу табиғаттың ашуын туғызады.
Жердің өзі тірі, қысымға шыдамаған кезде ол өз ашуын көрсетеді. Жақын жылдары жер сілкіністері, су тасқындары, өрттер күшейеді. Әсіресе теңіз жағалауындағы елдерде үлкен қасіреттер пайда болады. Адамзаттың іргесі отбасынан басталады. Бірақ қазір ажырасу көбейеді. Еркектер жауапкершіліктен қашып, әйелдер балалармен жалғыз қалады. Әйелдерге айтарым, дұрыс емес еркектен тоқтаусыз бала туып, өз өміріңді қор қылма. Бұл сенің болашағыңды, балаларының тағдырын құртады. Ал еркектерге айтарым, әйеліңді жылатсаң, балаңды тастасаң, түбі оңбайсың. Әке шешеге қол көтеріп, ауыр сөз айтқандардан Құдайдың қарғысы қуады. Балаларымен қастасып жүргендер көбейеді. Ақша үшін бауырын сатып кететіндер түбі сорлайды. Өткені ертең сенің сүйегіңді көмейтінде сол сенің бауырларың емес пе? Ең сорлы адам кім десе, өз тілін білмейтін адам деп айтушы едім. Қазақ болып тұрып, қазақша сөйлемейтіндер болашақта ұрпақтан ұрпаққа қарғыс арқалайды. Ана тілін ұмытқан халықтың болашағы жоқ. Балаларына дұрыс тәрбие бермесеңдер, олар ертең сендерді тыңдамайды, сыйламайды. Ұрпақ телефонға үңіліп отыр. Бұл шынайы өмірден алыстап кетті. Бұл үлкен қасірет. Балаңа тәрбие берген келсе, ол сенің көлекеніне айналады. Мен мықты қазақ көріп келе жеңіз. Әлемнің болашағы қорқынышты. Қан төгілетін елдер көбейеді. Табиғаттың ашуы күшейеді. Отбасының іргесі сөгіледі. Бірақ бір ғана жол бар. Білімге, тәрбиеге, тілге, дәстүрге сүйену керек. Әйтпесе, адамзат апаттың құрбаны болады. Ертең тағдырында білгің келсе, болашағында көргің келсе, менің алдыма кел. Мен сенің өмірінің құпиясын ашып беремін. Менің WhatsApp номерім 8702 162 53 98. Құдай сақтасын, қазіргі таңда байда алмайтын, басқа да алмайтын кәрі қыздар көбейіп кетті. Жасы 40-қа келіп, өзінің құдды бір 18 жасар қыздай сезініп, құрттай балдарға тиісіп, не істерін білмей, қылмыңдап, әркімге «хи-хи-хи» деп күліп жүрген қыздар өте көп. Олар жай жүрсін бе? Тіпті дискотекаға барып, жастарды қорқытып, шошытып үркітіп жүр. Жастары 40-қа келсе де әлі бала сияқты. Әрине, осындайдан кейін кім сені байғалады? Әр нәрсе өз уақытымен ғой. Жасың 40-қа келді ма, енді балалықты ұмытып, отбасы болуға асығу керек. Бала туып, сол балаға тәрбие беру керексің, және ерінің көңілінен шығуға міндеттісің. Мен мықты қазақ көріп келе жеңіз. Сіздің неке жолыңыз ашық па, қашан тұрмысқа шығасыз, кімді жолықтырасыз? Жолыңыз жабық па, ашық па? Осының барлығын мен сізге палашу арқылы айтып беремін. Менің WhatsApp номерім 8702 162 53 98.